If we had left earlier, we would have caught a train. Егер біз ертерек шыққанда, біз пойызға үлгерер едік. Бұл таныс жағдай, достар. Кешігіп қалған кезде, бір нәрседен қалып қойған кезде, міндетті түрде біз бұлай істегенде бұлай болар еді. Біз бұлай жасағанда бұлай болар еді деп өткен шаққа өз өкініштерімізді, өз уайымдарымызды, біреуді кінәлау, өзімізді кінәлау сезімдерін мұндай жағдайлар болып жатады біздің өмірімізде. Яғни өткен шақта бір жағдай болмай қалса, дұрыс болмай қалса, осындай жасағанда бұлай болар еді ғой, бұлай жасағанда бұлай болар еді ғой деген сезімдер, айтылатын сөздер көп кездеседі. Өткен шақтағы болмай қалған іс-әрекеттер үшін өкініші, қалауы және өткен шақты талқылауы, өзін немесе өзгенің кінәлауы, мадақтауы, бұл бізде third conditional. Бірақ кімді қанша кінәласа да, өкінсе де ол сәт өкінішке орай қайта келмейді, себебі ол өткен шақ. Мынау бізде формуласы, ал бізде тақырып third conditional. Ағылшын тіліндегі шарт сөйлемнің үшінші түрі. Бұл if пенен жасалады міндетті түрде past perfect. Past perfect'ті білетін жастар have had, be, three. Және would have, be, ed немесе three. Өте оңай. Мына жерде қараңыздар, wish and regret concerning past. Адамның қалауы, өкініші өткен шаққа байланысты. Мысалы үшін, if you hadn't forgotten your passport, we wouldn't have missed the train. Егер сенің төлқұжатыңды ұмытпағанда, біз пойыздан қалып қоймас едік дейді. Жаңағы бірінші неге сәйкес келіп тұр. Пойыз кетіп қалады, ол өзінің төлқұжатын үйде ұмытып кетеді. Төлқұжатсыз пойыз қабылдамайды ғой. Дәл осы мысал соған келіп тұр. Екінші мысал қарасақ, she wouldn't have lost her cell phone if she had put it into her bag. Ол өзінің телефонын жоғалтып алмас еді, егер ол өзінің сөмкесіне салып қоймағанда. Болды, телефон жоғалып кетті. Ол қайтадан, ол өткен шаққа оралып, біз телефонды қайтадан сала алмаймыз. Ол қайта келмейді. Яғни осындай нәрселер қайтып келмейтін. Өкініш, адамдардың қиналу сәттері, немесе осылай болғанда осылай болар еді ғой деп айту шарттары, ол бізде third conditional. Формуласы міндетті түрде жазып алыңыздар, бұл тек формуламен жұмыс жасайтын шартты сөйлем. Міне мысалдардың өте көп. Ең бастысы не екенін түсіндіңіздер. Формуласы if past perfect, would have, verb, say. Ал несі жаңағы ережесі өткен шақтағы болмай қалған іс-әрекеттердің үшін адамдар бір-бірінің кінәлауы, өкінуі, сол сәтке немесе өткен шақты талқылауы, бұл third conditional. Бірақ ол қайта келмейді да. Мысалы қараңыздар. If I had closed the window, the robbers wouldn't have broken into our apartment. Егер мен есікті жапқанда, егер мен терезені жапқанда, ұрылар үйге бас сұғып кіре алмас еді, біздің пәтерімізге бас сұғып кіре алмас еді. Бірақ ұрылар кіріп кетті, есік жабылған жоқ. Ол өткен шақта. Өкініш, адамның өкініші. Амал жоқ. Келесі. If I had dressed the children warmer, they wouldn't have frozen. Егер мен балаларымды жылы киіндіргенімде, олар тоңбас еді, жаурамас еді деп айтып жатыр. Бұл да өткен шақтағы бір адамның бір арманы, ойы, солай жасағанда солай болар еді. Егер мен былтыр бизнес жасағанда биыл бай болып кетер едім деген сияқты өткен шақта жасамаған іс-әрекеттер үшін өкінуі, бұл бізде third conditional. Немесе өткен шақты талқылау. Мысалы үшін жаңа айтып кетейін. Егер ол тұрмысқа шықпағанда, егер ол қыз, ол жігітке тұрмысқа шықпағанда, бұндай жағдайда болмас еді. Ол қазір бақытты болар еді, бақытсыз болмас еді дейді. Бірақ ол өтіп кетті ол сәт. Ол тұрмысқа шығып қойды. Өкінішке орай ол қайта оралмайды. Діне
Міне осыны біз third conditionals деп атаймыз. Формула міндетті түрде, достар. If, past perfect, have, would have және verb 3. Достар, менің YouTube каналыма жазыла кетіңіздер. Оқыған озады, білімдіні күні жарық. Әрқашан білімдеріңіз арта берсін, тек қана алға. Алда жаңа видеолар күтіңіздер, сіздер үшін. Барлығы арнайы жасалады.